Баршаңызға сәлем, сіздермен мөлдір. Бүгін біз сіздермен осындай өте үлкен көлемдегі қазіргі таңда хит болып жатырған Whoopie Pie тортын жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін көріңіздер, торттың қыр-сырын, құпиясын барлығын айтатын боламын. Ең алдымен қажетті заттардың барлығын таразыға салып міндетті түрде өлшеп алатын боламыз. Бұл жерде менде 2 Қазақстан шоколады, бұл торттың құрамына 2 Қазақстан шоколады керек болады. Бірі сыртын қаптауға, ал екіншісі ішіне қажет болады. Сондай-ақ жұмыртқа, қант және де разрыхлитель, какао, менде рахат какаосы, Малайзия какаосын пайдалансаңыздар да болады, және електен өткізілген ұн. Ең бірінші сары май мен шоколадты су моншасында ерітеміз. Сары май бұл жерде міндетті түрде 82,5%-дан төмен болмауы тиіс. Егер де төмен болатын болса, сіздердің торттарыңыз сіз ойлағандай дұрыс шықпайды. Содан кейін ыдысымызға жұмыртқамызды және қантымызды салып, миксердің көмегімен жұмыртқамыз осылай видеодағыдай көпіріп, әбден ағарып, 2 есе болғанша жақсылап миксерлейміз. Осы кезде біздің шоколад пен сары майымыз салқындап тұрады. Видеодағы бізді салқындап тұрған кезі видеоға түспей қалыпты. Шоколад пен сары майды міндетті түрде су моншасына ерітіңіздер. Водяной баня дейді ғой орысша айтқанда. Және осы біздің шоколад пен сары майды жұмыртқалы массамызға миксерлей отыра саламыз. Содан соң құрғақ ингредиенттерімізді дайындаймыз. Бұл жерде ұнға, какаоны және разрыхлительді салып, жақсылап бір араластырамыз. Және бұның барлығын міндетті түрде електен өткізгендеріңіз абзал. Мен алдын ала өткізіп дайындап қойғанмын. Енді осы дайындаған құрғақ ингредиентімізді біздің жаңағы жұмыртқалы массамызға аз-аздан бөле отырып салатын боламыз. Және миксерден қатты шашырап кетпес үшін мен осылай ең алғашында былғап аламын. Жалпы осы Whoopie Pie тортының өте дәмді болып, дәмін ерекшелендіре түсетін осы какао мен шоколад болып табылады. Какаоңыз міндетті түрде сапалы болғаны жөн, және де шоколадты да Қазақстан шоколадынан басқасын пайдаланбағандарыңыз дұрыс. Сол кезде сіздердің торттарыңыздың дәмі ерекше дәмді бола түседі. Мінеки ұнды, яғни құрғақ ингредиентті осылай 2-ге немесе 3-ке бөле отыра салып, жан-жағын лопатаның көмегімен жинап алып тағы бір миксерлейміз. Осымен біздің қою массамыз дайын. Ендігі кезекте біз пергамент қағазын немесе фольганы дайындап аламыз. Менде осы жолы тортым 4 бұрыш формада болғандықтан пергамент қағазына 4 бұрыш етіп сызып алдым. Егер сіздер дөңгелек формадағы торт жасайтын болсаңыздар, ендеше дөңгелек форма арқылы немесе сызу арқылы жасасаңыздар болады. Диаметрі өте үлкен болғандықтан тортты мен тек 3 корждан жасаймын деп шештім. Ал егер сіздер 24 диаметрлі дөңгелек торт жасайтын болсаңыздар, дәл осы рецептімен сіздерде 4 корж пайда болады. Және піскен корждар осындай жұп-жұмсақ болады. Корждарды 180 градуста шамамен 8-9 минут аралығында пісіріп аласыздар, және де барлығын біркелкі қылдыру үшін осылай артық жерлерін алып тастадым. Ендігі кезекте біз кремімізді дайындаймыз. Кремге мен осындай Калихтың 69%-ық творожный сырын пайдаланамын. Барлық керекті ингредиенттерді сіздер описаниядан қарап, дәл осылай таразының көмегімен жасайтын болсаңыздар, сіздердің де торттарыңыз осындай жұп-жұмсақ, нәзік болып шығатыны сөзсіз. Сливкиде 33%-дан кем емес болғаны жөн, және сливкиді ашардан бұрын осылай шайқап алғандарыңыз дұрыс. Енді творожный сырдың үстіне сахарный пудраны, ол болмаса қантты қосып, араласқанша бір миксерлеп аламыз. Және үстіне біздің керекті мөлшерінде сливкиді құйып аламыз. Бұл жердегі творожный сыр мен сливки міндетті түрде жаңа ғана тоңазытқыштан шыққан салқын күйде болғаны жөн. Сол кезде сіздердің кремдеріңіз қою және формасын жақсы ұстайтын болады. Бұл жерде кремге арналған менің ыдысым кішірек болып қалғандықтан жан-жаққа шашырады. Сіздер биігірек үлкен ыдыс пайдаланғандарыңыз дұрыс. Мінеки кремнің консистенциясы осындай қою болғаны жөн. Менің тортым үлкен болғандықтан осындай
ыдысқа жинаймын. Мінекей, енді жан-жағын кесіп дайындап алған торттың үстіне жаңағы миксерлеген кремімізді қажет мөлшерде саламыз. Бұл жерде арнайы массасы жоқ. Өздеріңіз қалауыңызша кремді саласыздар. Мен шамамен әр коржға 9-10 қасықтай крем салдым және осындай шпательдің көмегімен жақсылап біркелкетіп кремдерді жағып шықтым. Егер сіздер тортты бірінші рет жасап жатқан болсаңыз, ең әуелде сұйық қамырды жасап болған соң барлығын 3 бөлікке немесе 4 бөлікке таразыға ыдыстар арқылы өлшеп біркелкетіп салсаңыздар болады. Және де кремді де дәл солай әр коржға бөлек-бөлек таразыға өлшеп алып салсаңыздар болады. Сол кезде сіздерге біркелкі шығатын болады. Ал мен барлығында осылай көз мөлшермен салып шығамын. Мінекей, әр корждың үстіне осылай біркелкетіп кремімізді жаға отыра тортымызды жинаймыз және ең соңғы коржды осылай керісінше салып, үстіне қалған кремді жағып шықсаңыздар болады. Бұл міндетті емес. Ендігі кезекте торттың үстіңгі бетін қаптаймыз. Бізге 1 Қазақстан шоколады және де 100 грамм сливке қажет болады. Осыны су моншасында жақсылап ерітеміз. Сәл салқындаған соң біздің тортымыздың үстіне құйып бір тегіс етіп жағып шығатын боламыз. Торттың жан-жағына мен қатты крем жаққан жоқпын. Егер сіздер заказға жазсаңыздар, біркелкетіп жан-жағын крем жағып шықсаңыздар болады. Осылайша бетіне түгел шоколадын жағып болған соң үстін қалауыңызша әсемдесеңіздер болады. Менде осындай жылтыр кондорим бар. Бұларды арнайы торт сататын кондитерский дүкендерден сатып алсаңыздар болады. Және жүрекше кішкене кәмпитшелер қойып шықтым. Осымен біздің Whoopie Pie тортымыз дайын. Торт өте дәмді әрі нәзік болып шығады. Сіздер де міндетті түрде дәл менің рецептіммен жасап көрсеңіз комментарийға қалдыруды ұмытпаңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.